Сәлеметсіздер ме әріптестер? Қазақ тілі курсын бастайық. Суреттерден не көріп тұрсыздар? Что вы видите на картинках? Жақсы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жыл мезгілдері, времена года. Сабақтың мақсаты жыл мезгілдері туралы түсінік беру, сөздік қорларын молайту, байланыстыра сөйлеу тілін дамыту. Ендеше сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Новые слова. Жыл мезгілі, время года. Қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Қыс айлары, зимние месяцы. Желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль. Көктем айлары, весенние месяцы. Наурыз, март, сәуір, апрель, мамыр, май. Жаз айлары, летние месяцы. Маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август. Күз айлары, осенние месяцы. Қыркүйек, сентябрь, қазан, октябрь, қараша, ноябрь. Давайте еще повторим дни недели, апта күндері. Дүйсенбі, понедельник, сейсенбі, вторник, сәрсенбі, среда, бейсенбі, четверг, жұма, пятница, сенбі, суббота, жексенбі, воскресенье. Тапсырмаларды орындауға кірісейік. Оқылым тапсырмасы. Диалогты оқыңыз. Чтение. Прочитайте диалог. Следующее задание. Айтылым. Мәтін бойынша дұрыс, бұрыс ақпаратты анықтаңыз. Говорение. По тексту определите правильную, неправильную информацию. Следующее задание. Жазылым. Берілген сөздерді топқа бөліп жазыңыз. Письмо. Группируйте слова по названиям месяца, дням недели и временам года. Следующее. Жазылым. Сіздің және отбасы мүшелеріңіздің туған күндері қашан? Үлгі бойынша жауап беріңіз. Когда у вас и членов вашей семьи дни рождения? Ответьте по образцу. Үлгі. Образец. Менің туған күнім жазда, маусымда. У меня день рождения летом в июне. Анамның туған күні күзде, қарашада. У мамы день рождения осенью в ноябре. Рефлексия. Мен бүгін не білдім? Мен енді не білемін? Маған не қиын болды? Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.